Ақтық сайыс Құлагер командасы, Әулие-ата командасы. Сергені кіші шеңберден Құлагер көкпар командасының нөмір 4 спортшысы Сансызбаев Нұрсұлтан Ілген болатын. Нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулетпен. Құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулетпен. Әулие-ата командасының нөмір 8 спортшысы Канал Жомарттың арасындағы жекпе-жек. Сабыр Бақдәулеттің астындағы сайгілік атақты намыс көк. Канал Жомарттың астындағы сайгілік атақты абырой. Екі мықты сайгіліктің арасындағы жекпе-жек болатын. Серке Түркістан облысы Құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулеттің тақымында. Салым! Ойынның 2-ші минутында есепті ашқан Құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулет. Есеп 1-0 Құлагер көкпар командасының пайдасында. Серке кіші шеңберде. Қайда естеріңізге сала кетеміз. Көкпардан Қазақстан Республикасының жастар арасындағы 14-ші чемпионаты ақтық сайыс Әулие-ата командасы, Құлагер командасы. Серке ойын алаңының сыртында ортада жекпе-жек. Тағы сол намыс көкпен абырой. Құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулетпен Әулие-ата командасының нөмір 8 спортшысы Канал Жомарттың арасындағы жекпе-жек. Бұл адамның ғана емес, аттың ғана жекпе-жегі, абырой мен намыс көктің жекпе-жегі болатын. Серке Сабыр Бақдәулеттің тақымында Құлагер командасы. Жалаудың жанында тұрған кішкентай балдар арқаға барыңыздар. Серке Құлагер көкпар командасының нөмір 1 спортшысы Төлеп Нұрисламның тақымында. Серке ойын алаңында. Мұны командалар қандай өнер көрсетуде, керемет өнер көрсетуде. Алдарыңызда тағы да мұны керемет өнер көрсетіп жатқан Әулие-ата командасы мен Құлагер командасы. Серке Төлеп Нұрисламның тақымында Құлагер командасы. Құлагер командасының нөмір 1 спортшысы Төлеп Нұрисламның тақымында. Астындағы сайгүлігі Ақмола Қасқа. Так, сендер артқа тұрыңдар, мыналарға мен шайтып жатырмын. Көке артқа отырыңызшы. Серке әлі ойын алаңында. Алдына ешкім жібермейсің. Қайта естеріңізге сала кетеміз. Есеп 1-0 Құлагер көкпар командасының пайдасында. Құрметті мына көрермендер артқа кетіңдер. Жаяу тұрғандар артқа қарай жүріңдерші, артқа мына жақта көрмей жатыр. Тағы да артқа. Түрішкі айтпайсыңдар ма?
Komandalарға қолдау көрсетіп, алақандағы қойыңыздар. Серке Түркістан облысының спортшыларының тақымында. Салым есепке алынбады. Үлді ойын. Серкені тағда Құлагер көкпар командасының нөмір 4-ші спортшысы Сансызбаев Нұрсұлтан жерден көтерген болатын. Серкені Құлагер көкпар командасының спортшылары жерден көтерді. Құлагер көкпар командасының нөмір 3-ші спортшысы Қалтайып Наурызбайдың тақымында Серке. Серке ойын алаңында. Ойынның 8-ші минуты өтуді. Есеп әлі 1-0 Құлагер көкпар командасының пайдасында. Мұны қос мықты команданың ақтық сайыста, ақтық ойында керемет ойындарын көріп отырсыздар, құрметті көкпар сүйер қауым. Серке Әулие-Ата көкпар командасының ойыншыларында Жамбыл облысы. Серке Әулие-Ата командасының нөмір 1-ші спортшысы Сейітжан Темірланның тақымында. Серке ойын алаңында. Серкені Әулие-Ата командасының нөмір 8-ші спортшысы Канал Жомарт жерденілді. Серке ойын алаңында әлі. Аняға бармай ма? Кеп тұру жерде? Жебек аға ғой? 2 минут па? Ажақта кімістір жатыр? Серке жерден 2 минут ішінде көтерілмеді. Әулие-Ата командасының нөмір 5-ші спортшысы Бекзаттың арасындағы жекпе-жек. Бақдәулеттің астындағы Сайгүлек атақты намыс көк. Бекзаттың астындағы Сайгүлек Ахиллес. Серкені Серкені жерден көтерген Түркістан облысының Құлагер көкпар командасының нөмір 7-ші спортшысы Сабыр Бақдәулет көтерді. Серке Сабыр Бақдәулеттің тақымында Құлагер командасы. Салым! Ойынның 12-ші минутында есепті еселеп есепті 2-0-ге жеткізген Құлагер көкпар командасының нөмір 7-ші спортшысы Сабыр Бақдәулет.
астындағы сәйгүлігі намыс көп. Есеп 2-0 Құлагер көкпар командасының пайдасында. Серке кіші шеңберде. Сергені кіші шеңберден Әулие-Ата командасының номер 1 спортшысы, номер 7 спортшысы Шакир Бекзат көтерді. Серке Шакир Бекзаттың тақымында. Әулие-Ата командасы. Салам! Ойынның 13-ші минутында Әулие-Ата командасының есебін ашқан. Әулие-Ата командасының номер 7 спортшысы Шакир Бекзат. Есеп 2-1 Құлагер көкпар командасының пайдасында. Серке кіші шеңберде. Серкені Құлагер көкпар командасының номер 6 спортшысы Нұрсейіт Сырым көтерген болатын жерден. Серке Нұрсейіт Сырымның тақымында. Құлагер көкпар командасы. Айда жібер енді. Оздыр. Озады бұл. Айналайын атынан. Қой жібер атты енді. Серке ойын алаңының сыртында ортада жекпе-жек. Дәулет астындағы сәйгүлігі атақты намыс көк. Әулие-Ата командасының номер 7 спортшысы Шакир Бекзат астындағы сәйгүлігі Бүркіт. Ұрсай Бекзат. Міне көріп отырса қандай керемет, қандай ойын. Екі мықты команданың арасындағы керемет бәсеке. Әулие-Ата командасы және де Құлагер командасы. Құлагер көкпар командасының номер 2 спортшысы Абдумиранбектің тақымында Серке, астындағы сәйгүлік Найза. Командаларға қолда көрсетіп қошеметтеп отырыңыздар ағайын. Серке Абдумиранбектің тақымында. Астындағы сәйгүлігі атақты Найза. Мұны көріңіздер шағайын, қандай керемет. Серке ойын алаңының сыртында ортада қайта жекпе-жек. Көріңіз. Сабыр Бақдәулетпен Құлагер көкпар командасының номер 7 спортшысы Сабыр Бақдәулетпен Әулие-Ата командасының номер 9 спортшысы Оспанов Бақтиярдың арасындағы жекпе-жек. Серке Құлагер көкпар командасының номер 1 спортшысы Төлеп Нұрисламның тақымында болатын. Серке ойын алаңында. Сергені Серке ойын алаңының сыртында ортада қайта жекпе-жек. Мұны ақтық сайыс құрметті ағайын. Мұны аттар деп. Мұны аттар. Мұны ойындар. Мұны керемет көріністер емес пе?
Қошеметтеп отырыңыздар. Көкпардан Қазақстан Республикасының жастар арасындағы 14-ші чемпионаты есеп 2-1 құлагер көкпар командасының пайдасында. Ортада жекпе-жек Сабыр Бақдәулетпен Әулие-ата командасының нөмір 7 спортшысы Шакір Бекзаттың арасындағы жекпе-жек. Бақдәулеттің астындағы Сайгүлік атақты намыс көк, Шакір Бекзаттың астындағы Сайгүлік Бүркіт. Серке ойын алаңында. Серкені Түркістан облысының нөмір 1 спортшысы. Екінші бөлді. Берілмесеші? Жанда жүргеніміз Серке Төлеп Нұрисламның тақымында. Түркістан облысы. Серке әлі Түркістан облысының спортшыларының тақымында. Ойынның бірінші кезеңінің соңғы минуттары өтуде. Серке ойын алаңында. Серкені жерден көтеріп жатқан Түркістан облысының нөмір 2 спортшысы, құлагер көкпар командасының нөмір 2 спортшысы Абду Мейрамбек болатын. Серке ойын алаңының сыртында. Уақыт! Серке кіші шеңберде. Серкені кіші шеңберден көтерген Әулие-ата командасының нөмір 7 спортшысы Шакір Бекзаттың тақымында Серке. Құлагер командасының нөмір 1 спортшысы Төлеп Нұрислам жата жармас тартуда. Серке ойын алаңының сыртында. Ортада жекпе-жек. Нөмір 7 спортшысы Сабыр Бақдәулетпен Әулие-ата командасының нөмір 5 спортшысы Рат Бекзаттың арасындағы жекпе-жек. Рат Бекзаттың астындағы Сайгүлік Ахиллес, Бақдәулеттің астындағы Сайгүлік атақты намыс көк. Міне керемет көріністер, керемет сәттер. Серкені жерден көтерген Әулие-ата командасының нөмір 5 спортшысы Рат Бекзат болатын. Серке ойын алаңында. Серке ойын алаңының сыртында. Рат Бекзаттың арасындағы жекпе-жек. Міне керемет. Мына аттарды қарасақ қараңыздар шағайын. Серкеге жақындатқызбай қандай жатып өнер көрсетіп жатыр. Серкені құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Төлеп Сабыр Бақдәулет. Мұны көрдіңіздер, жеке дара шыққан Сабыр Бақдәулеттің. Тобаны қой, сен жүргіз алдан. Жүргіз айт. Серке ана
Құлагер командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бағдәулеттің тақымында. Міне тағы Сабыр Бағдәулет жеке дара шықты. Міне ойын, міне керемет. Салым! Ойынның 24 минутында есепті еселеп, есепті 3-1-ге жеткізген Құлагер командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бағдәулет. Ойынның қазіргі таңдағы ең керемет өрнегін көрсетіп жатқан ойыншы Сабыр Бағдәулет. Қолдау көрсетіп отырыңыздар ойыншыға. Серке кіші шеңберден жаппай шабылуда. Міне сайдың серке тасындай шыңдалған шымыр дәлелі құрыш білекті керемет ойыншылар, керемет өнер көрсетуде, керемет команда, керемет дайындық. Серкені Құлагер көкпар командасының нөмір 6 спортшысы Нұрсейіт Сырым көтерді. Серке Нұрсейіт Сырымның тақымында. Серке Нұрсейіттің тақымында, Сырымның тақымында. Салым! Ойынның 26 минутында Нұрсейіт Сырым есепті еселеп, есепті 4-1-ге жеткізді. Құлагер көкпар командасының пайдасында Түркістан облысы. Серке әлі кіші шеңберде. Серке Әулиеата командасының ойыншыларында Серке ойын алаңында. Серке Әулиеата командасының нөмір 7 спортшысы Шәкір Бекзаттың тақымында. Серке қараңыздар шағайын, атты қандай ойнатып жатыр. Нұрислам Серке, мұны көрдіңіздер ағайын. Әулиеата командасының ойыншыларының тақымында. Мұны көрдіңіздер, шатты қалай ойнатып жатыр. Қараңыздаршы, бәрін алдап жүр ойыншы. Мұны керемет. Екі мықты команданың арасындағы ойын. Салым! Ойынның 28 минутында салымға қол жеткізген Әулиеата командасының нөмір 7 спортшысы Шәкір Бекзат болатын. Көрдіңіздер ағайын, қандай өнер көрсетті. Серке кіші шеңберде. Серке ортада жекпе-жек. Құлагер көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бағдәулет пен Әулиеата командасының нөмір 9 спортшысы Оспанов Бақтиярдың арасындағы жекпе-жек. Оспанов Бақтиярдың астындағы сайгүлігі. Алапар Бағдәулеттің астындағы сайгүлігі атақты намыс көк. Тағы да қайта естеріңізге сала кетеміз. Бұл атақты намыс көк Қазақстан құрамасының намысын қорғап жүрген ат бұл. Бұл аттың егесі марқұм Нұрмахан Жолдасов ағамыз еді. Серкені жерден көтерген
Құлагер Көкпар командасының нөмір 7 спортшысы Сабыр Бағдәулет. Серке Сабыр Бағдәулеттің тақымында. Санам! Ойынның 30 минутында есепті еселіп есепті. 5-те 2-ге жеткізген Құлагер Көкпар командасының нөмірі 7 спортшысы Сабыр Бағдәулет. Есеп 5-те 2. Құлагер Көкпар командасының пайдасында. Серке кіші шеңберде. Қатты кемесей Нұрсұлтан. Серкені жерленіп жатқан Құлагер Көкпар командасының нөмір 6 спортшысы Нұрсейіт Сырым. Құлагер Көкпар командасы Шыныққан Шымыр Тенері. Мына отыр ғой 3-ші нөмір. Bir gol sokmasın diye ceza verilmiş. Mine jekme-jek Ataқты Намыс Көк. Ataқты Намыс Көктің üstündегі Бағдәулет. Әулиеата командасының нөмір 7 спортшысы Шакир Бекзат. Серкені Бағдәулет көтерді жерден. Ataқты Намыс Көк. Есеп 5-те 2. Құлагердің пайдасында. Серке ойын алаңынан шықты ортада. Қайта жекпе-жек. Әркім өзінің полясына. Серке ойын алаңында Серкені жерден көтерген. Құлагер Көкпар командасының нөмір 1 спортшысы Төлеп Нұрислам. Серке Төлеп Нұрисламның тақымында. Құлагер Көкпар командасының нөмір 3 спортшысы Қалтайып Наурызбайдың тақымында Серке. Міне керемет. Құлагер Көкпар командасынан нөмір 9 спортшысы Қарқабат Бекзат жерден көтерді. Серке Қарқабат Бекзаттың тақымында. Астындағы Сайгүлік. Атақты Намыс Көктің інісі. Çok namuslu tutacağız onun yana. Серке Қарқабат Бекзаттың тақымында. Мына қуама пас беріп жүрмейміз сен? Серке ойын алаңының сыртында ойынның 36 минуты өтуде. Есеп 5-те 2. 4 салымға қол жеткізген Сабыр Бағдәулет болатын. Серкені жерден көтерген Құлагер Көкпар командасының нөмір 9 спортшысы Қарқабат Бекзат. Серке Қарқабат Бекзаттың тақымында. Қарқабат Бекзат Түлкібас ауданының тумасы. 2000 жылғы түлек. Hamşı ver ey. Серке Қарқабат Бекзаттың тақымында. Құлагер командасы. Әдемі келді. Салам!
Oyunun 37. minutunda esepti 6'da 2'ge jetkizgen Kulager Kökbar komandasının nömür 9 nömürlü sportçusu Karkabat Bekzat. Esep 6'da 2. Namız Kök, ataқты Namız Kök, көзден кетсе de көңілден кетпеген Nurmahan Жолдас bağımızın аты. Sergeni жерден көтерген Kulager Kökbar komandasının nömür 11 sportçusu Sadıvakas Nurşakar. Ataқты Темірхан Айтбаев Қошқар палуанның інісі. Серге Sadıvakas Nurşakar'дың тақымында болатын. Серге ойын алаңында жалғасуда. Серге ойын алаңының сыртынан шыққан ортада қайта жекпе-жек. Кулагер командасы мен Әулие-Ата командасының арасындағы жекпе-жек. Kulager Kökbar komandasынан nömір 7 sportçusu Sabır Bağdavlet пен Әулие-Ата командасының nömір 8 sportçusu Kanal Жомарттың арасындағы жекпе-жек. Екі мықты аттың жекпе-жегі. Абырой мен Намыс Көктің арасындағы жекпе-жек. Ахиллес екен, қателеспіз құрметті ағайын. Ахиллес пен Намыс Көктің арасындағы жекпе-жек болатын. Бұл сайыста, бұл жекпе-жекке Kulager Kökbar komandасы басым түсті. Sabır Bağdavlet дәлірек айтсақ. Oyunның 39 минуты өтуде. Есеп 6'da 2. Kulager Kökbar komandasының пайдасында. Мықты қос команданың арасындағы финал. Ортада жекпе-жек Karkabat Bekzat. Karkabat Bekzаттың астындағы Тұлда керемет сәйгүліктердің бірі Ақжал. Әулие-Ата командасының бен нөмір 5 спортшысы Рат Bekzаттың астындағы сәйгүлік Ахиллес. Уақыт! Көкбардан Қазақстан Республикасының жастар арасындағы 14-ші чемпионаты ақтық сайыс, ақтық ойын ақтық сайыс, ақтық ойын екі қос команда, екі мықты команда керемет ойын көрсетті. Әулие-Ата командасы, Kulager командасы бұл сайыста, бұл чемпионатта жеңіске жеткен. Kulager командасы Түркістан облысы команданың жетекшісі Ахметбаев Ғани Молдабекұлы, команда жаттықтырушысы Еркебай Омарбек. Республикасының жастар арасындағы 14-ші чемпионатының жабылу салтанатына келіңіздер.